Тыңдаш. Сен анаңа деген махаббатыңды әлеуметтік желіде емес, шынайы өмірде көрсет. Анаң үшін ең қымбаттысы асыл тастарың, қымбат алтындарың, бағалы киімдерің емес. Сенің анам деп, анашым деп, шын жүректен мейіріммен көрсеткен адал махаббатың. Қу тіршілік. Уақытым жоқ, қолым бос емес деген сөзді ешқашан айтушы болма. Уақытыңды бөл, сөйлес, сырлас. Ішкі сырын ұғып, жан дүниесін үңіле біл. Баға жетпес байлығыңның қадірін біл. Сенде ана бар, ал біреуде жоқ. Тағы да айтам. Анаңды әлеуметтік желіде емес, шынайы өмірде жақсы көр. Есіңде болсын. Хадисте анаңмен кешкі ас ішіп, оның көңілін тыныштандыруың нәпіл қажылықтан әлдеқайда жақсырақ делінген.